Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде 7-ші тараудың 8-ші сабағы буферлі ерітінділер. Өте қиын тақырыптардың бірі болып табылады. Сол себепті өте мұқият тыңдап қарап алыңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдарыңызда ыдыста бір сұйықтық тұр екен. Сұйықтықтың ішінде су ғана бар екен. Енді елестетейік, суға мен қазір аш хлор қоссам не болады? Ол үшін біз бірінші pH тұрғысынан қарағым келіп тұр. Мен судың pH ортасы бейтарап болғаннан кейін 7 еді. Ал уже аш хлор қосқан едім, бұл қышқылдық қасиет көрсетіп кетеді, аш хлор қосқаннан кейін. Ал қышқылдық қасиетте біздің pH-ымыздың ортасы 7-ден төмен болады. Осындай. Ал натрий гидроксидін қосқан кезде бұл керісінше, яғни тура осы суға натрий баш қоссақ, бұл негіздік қасиетке өзгереді. Ал негіздік қасиетке өзгерсе, ол кезде керісінше pH үлкен болады 7-ден. Егер сандармен алсақ, нақты где-то бір 2-ге өзгерсе, мұнада бір где-то 10-ға қарай өзгерсе деп мысал ретінде ала тұрайық. Енді мұна бір нәрсені елестейікші. Мысалы, мен тірі организммін. Мен білім жасушам ба, болмаса бір басқа бір нәрсе ба, ба. Сондай бір тірі ағзамын. Тірі ағза көбінесе pH ортасы тұрақты болу керек. Егер ол pH ортасы қатты резко өзгеріп кететін болса, онда ол тіршілігін жояды. Бір какой-то ауруларға ұшырайды. Тіршілігін жойған күннің өзінде, жоймаған күннің өзінде, точнее, тіршілігін бұрынғыдай жалғастыра алмайтын мүгедек күйге дейін өзгеріп кетеді. Вот тура соның алдарыңызға мысал тұр. Бізде қазір 7 болып тұрған нәрсе 2-ге қарай резко төмендеп кетті. Ал керісінше 7 болып тұрған нәрсе сілті қосқан кезде резко жоғарылап кетті. Мен тірі ағза болатын болсам, маған қышқыл мен сілті осылай әсер ететін болса, мен тіршілігімді осы моментте жойып тастаймын. Яғни, мынау маған жарамсыз. Енді мынандай бір ерітіндіні елестейік. Бізде қазір су бар және сірке қышқылы бар. Мына жақта сірке қышқылы болғаннан кейін бұның ортасы қазір 7-ден төмен болып тұр. Яғни, білмеймін, бір 4 па, сондай болып тұр, 5 па. Так, 7-ден төмен. Давайте pH тең 5-ге деп ала тұрайық. Енді бұған қышқыл қосқан кезде қышқыл сумен де, сірке қышқылмен де әрекеттеспейді. Керісінше бұл қышқылдық қасиетті жоғарылатып жібереді. Бұл жерде pH үлкен 7-ден тұра береді. Енді ойдан алатын болсақ, 5-ден төмендеп кетеді. Өйткені қышқылға қышқыл қосып жатырмыз. Бұл бір 3-ге қарай төмендеп кететін шығар. 3-ге қарай, 2-ге қарай, давайте 2 деп ала берейік қайттан. Ал енді натрий гидроксидін қосқан кезде қызық басылады. Вот, натрий гидроксиді сумен әрекеттеспейді, бірақ сірке қышқылымен әрекеттесіп кетеді. Вот, сірке қышқылы қосылған натрий гидроксиді бізде сірке қышқылының натрий тұзы және су деген нәрсе түзіледі. Вот, мынау зат біздің ағзаға, яғни мынау ерітіндіні қатты өзгертпейді. Бұл уже бейтарап қасиет көрсетуге, негізі қасиет көрсетуге жақын болып тұрады. Яғни pH бұл жақта негізі қасиет көрсеткен күннің өзінде ары кетсе бір 8-ді көрсетеді. 8, 7,5 деген секілді сандарға өзгереді. Яғни мына жақта жаңа просто натрий гидроксидін қосқанда 10-ға дейін жоғарылап кетті ғой. Ал мынау сірке қышқылы бар ерітінді уже салыстырмалы түрде қатты жоғарылаған жоқ. Ал енді мынандай бір ерітінді қалайықшы. Біздің мынау ерітіндінің ішінде сірке қышқылының натрий тұзы және сірке қышқылы бар. Бұның ортасы қазір мынау сірке қышқылы болғаннан кейін қышқылдық орта болады. Бұл қазір pH 7-ден кіші болады қышқыл болғаннан кейін. Допустим, бір 5 деп ала тұрайық қайттан. Енді қараңыздар, қышқыл қосқан кезде, аш хлор қосқан кезде бұл мына екі заттың біреумен қазір әрекеттесіп кетеді. Әрине H3SO натриймен әрекеттесіп кетеді екен. H3, CO, H және натрий хлор. Енді қараңыздар, жаңа қышқыл қосқан кезде біздің pH-ымыз қатты төмендеп кетіп жатқан еді. Ал енді біз қазір мынау ерітіндіге аш хлор қосқан кезде бізде мынау күшті қышқыл, яғни қышқылдық қасиеті жоғары болатын қышқыл әлсіз қышқылға айналып кетіп жатыр және бейтарап затқа айналып кетіп жатыр. Біздің pH ортамызға бұл қатты әсер етпейді. Яғни мынау қазір 5 болса, бұл ары кетсе 4-те 8, 4-те 7-ге төмендейді. Енді аш хлорды әрине нормально қоссақ, концентрациясы эквивалентті болса екен. Ал егер натрий гидроксидін қосқан кезде енді не болады? Натрий гидроксидін қосқан кезде бұл бірінші затпен реакцияға түсірмейді, екіншісімен түседі. Сонда сірке қышқылы қосылған натрий гидроксиді
бізде CH3COO натрий және H2O деген зат түзіледі. Міне қараңыздар, жаңылден бері натрий гидроксиді біздің pH-ымызды қатты жоғарыла жетіп, біздің тірі ағзамызды өлтіріп жатқан еді ғой. Ал енді біз оған натрий гидроксидін қосқан кезде бізде сірке қышқылының натрий тұзы түзіліп тұр, который уже біздің ерітінімізде бар. Және бейтарап қасиет көрсететін суымыз түзіліп тұр. Онда натрий гидроксидін қосқан кезде қатты pH-ты жоғарылап жіберетін натрийді бұл қазір осындай тұзға айналдырып жіберіп жатыр. Яғни бұл pH-ты тағы да қатты жоғарылатпайды. Бұл ары кетсе 5-5, 5-8, 6-ға дейін ғана көтерілуі мүмкін. Сонда жігіттер қыздар, буферлі ерітіндіге өте күшті мысал осы зат болып табылады. Яғни тірі ағзаларға pH-тың қатты жоғарылап кетуі или қатты төмендеп кетуі смертельный болып табылады ғой бізде, дұрыс па? Ал буферлі ерітінділердің ең негізгі мақсаты осы pH-ты аттракцион секілді қатты жоғарылатып бірден төмендетіп жіберу емес, оларды постепенно төмендету, яғни тірі ағза үйренетіндей, болса оны бейтараптайтын заттарды қосып үлгеретіндей, или постепенно жоғарылату болып табылады. Яғни аз-аздан үздіксіз өзгертіп отыратын ерітінділерді буферлі ерітінді деп атайды. Міне алдарыңызда осы буферлі ерітінділердің анықтамасы жазылып тұр. Қышқылмен негізі аз мөлшерін қосу кезінде pH-тың елеулі өзгерісі болмайтын ерітіндіні буферлі ерітінді деп атайды. Енді буферлі ерітінділердің екі түрі бар екен. Точнее, үш түрі бар екен. Екі түрі деп қарап айтқанша. Біріншісі қышқылдық, екіншісі бейтарап, үшіншісі негіздік. Ал кеттік. Ацетаты дейді. Ацетаты деген не? Сірке қышқылы және сірке қышқылының натрий тұзы. Форматы деген не? Формат деген құмырсқа қышқылы және бұның натрий тұзы. Кетті бейтарапқа фосфатты дейді. Фосфаттыға натрий 2HPO4, натрий H2PO4 деген заттар жатады. Ал аммонилі деген не? Аммонилі деген бізде NH4OH және NH4 хлордан тұратын ерітінді. Енді осындай кезде бізде ОБТ-дан мынандай бір сұрақтар келетін, қышқылдық қасиет көрсететін буферлі ерітіндіні құраушы заттар деп сұрақ келеді. Яғни қышқылдық деп тұрған ол бізде мынау мысал ғой қазір. Мен былай ойлайтын, қышқылдық болса, значит қышқылдың күшті болуы керек, ал негізің наоборот әлсіз болу керек деген секілді. Яғни варианттарды күшті қышқыл әлсіз негіздің тұзы, әлсіз қышқыл күшті негіздің тұзы деген секілді варианттар болады. Ал енді мен мынаны қарайтын болсам, сірке қышқыл деген әлсіз. Ал мынау сірке қышқылының натрий тұзы, мынау натрий болса, күшті негіз болып тұр. Байқадыңыздар ма? Қышқылдық қасиетте қышқыл әлсіз болып тұр, ал негіз наоборот күшті болып тұр. Осындай қарама-қарсы. Аммонилі дегенде негізі қасиет көрсетеді ғой. Аммоний гидроксиді ең әлсіз негіздердің бірі. Ал мына хлорид болса, күшті қышқылға жатады. Сонда қандай қасиет көрсететін буферлі ерітінді болсын, сол заты әлсіз болады. Қышқылдық буферлі ерітінді дейма, қышқылың әлсіз болу керек, ал негізің наоборот күшті болу керек. Негіздік қасиет көрсететін буферлі ерітінді дейма, значит негізің әлсіз болу керек, ал қышқылың наоборот күшті болу қажет екен. Вот осындай бізде парадокс. Енді буферлі ерітінділер шығу тегіне байланысты екіге жіктеледі екен. Біріншісі табиғи буфер, екіншісі жасанды буфер. Табиғи буфер деген, яғни тірі ағзалардың өздері, табиғаттың өзі жасайтын буферлі ерітінді. Бикарбонат, фосфат, нәрөз, гемоглобин, қан. Получается, сіз бен бізде денемізде нәрөз, гемоглобин, қан деген секілді заттар бар. Бұлардың барлықтары сонда буферлі ерітіндіге жатады екен. Ал жасандыға мынау ацетатты, форматты, аммонилі. Бұны уже жазып түсініп қойдық. Ал жалпы мектеп кітабында берілген буферлі ерітінділерге осы төртеуі айтылады. Бұл төрт буферлі ерітінділерді біліп жүрсеңіздер жеткілікті. Так, жігіттер қыздар, осымен буферлі ерітінді жайлы теория бөлімі аяқталды. Енді өздеріңіз білімдеріңізді тексеру үшін мына 5 сұраққа жауап беріп жүрсеңіздер. Кеттік, бірінші сұрақ, екінші сұрақ, үшінші сұрақ, төртінші сұрақ. Және осы 5-ші сұрағымыз соңғы біздің. Осы 5 сұраққа жауап беріп бітсеңіздер, дұрыс жауаптармен тексеріп алыңыздар. Так, осымен біздің буферлі ерітінді деген тақырыбымыз аяқталды.
Жігіттер қыздар, әдеттегідей қанша сұраққа дұрыс жауап беріңіздер, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Және видео ұнаса, бәрі түсінікті болса, лайк басып, комментарий қалдырып, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.